Сәлем. Төледі де. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Шыныз төлейсіздер. Бәрі амансыз. Қалайсыздар? Мейрамдарыңыз Алжақ сонда үмітті жалпы құрметті ауылдастар, қоғамдық тыңдау кешегіде хабарлама берілді. Бұл заңнамаға сәйкес бір ай бұрын хабарлама баспасөз беттерде, жалпы сайттарға жарияланады. Одан кейін бұл қоғамдық тыңдауды ең бірінші айтып жіберейік. Жалпы қазір заңнамаға сәйкес қоғамдық тыңдауды не үшін өткізеді? Көп жерде түсінбей жатыр, халықтың рұқсатына болу. Бұл олай емес, жалпы ең жақын елді мекенді қарайды да, сол елді мекенге халыққа хабардар ету мақсатында осындай қоғамдық тыңдау өткізіледі. Түсініп отырсыздар да? Бұл северный труба дейміз, біздер ауылдастар білесіз, северный труба жақта біздерде сан эко-сервис деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік полигон ашқысы келіп отыр. Қатты мұнай қалдықтарын, басқа да қалдықтарды сол жерге пайдалану, жою мақсатында, сыртқа төгілмес мақсатында. Біздерде қазір бүгінгі қоғамдық тыңдау 25 шақырым жерде орналасқан Қожасай ауылы болғандықтан осы жерде өтіп жатыр. Енді тәртіпке сәйкес қазір бүгінгі жиналыстың төрағасы ретінде өзім боламын. Хатшысы ретінде Қылышбаев Қабиден Ордабайұлын ұсынып отырмыз. Дауыс берейік. Осы кісіні хатшы болып сайлауға. Хатшыны білесіздер. Жасы қарсы қалыс жоқ, онда бір ауыздан Қылышбаев Қабиден Ордабайұлы сайланды. Енді регламентпен таныстырып өтейік. Жаңа тіркеу өздеріңіз білесіздер. Тіркеу өтті. Енді қоғамдық тыңдаудың хатшысына баяндамашыға сөз бермес бұрын баяндамашыға 20 минуттай уақыт беріледі баяндауға. Содан кейін өздеріңіздің сұрақ-жауаптарыңыз болатса, оның өсімет сұраққа беруіңіз. Келісті да? Баяндамашы бірінші баяндаманы айтсын, сұрақтарыңыз болатса, қойыларыңызға болады. Келісті? Жақсы, олай болса баяндамашы Қылышбаев Ордабайұлы өзіңізге сөз беріңіз. Құрметті қоғамдық қатысушылар, осы қоғамдық тыңдаудың өтілеттілігі туралы хабарлама осы 2020 жылдың 26 наурызында Депозитсыда газетіне берілді. Сосын табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының порталына берілді, радиоға берілді, сондай-ақ экология дейтін республикалық портал бар, экологический портал. Соған берілді. Ол жерден кез келген азамат ашып, құжаттарымен танысып істеуге болады. Сондай-ақ осы объявление берілді, осы мектептің қасына құрылысы бойынша. Енді абай айтып өтсем, жаңа да айтып өтті мырза, Қожасай ауылынан северный трубаға қарай 25 километр қашықтықта орналасқан жақын орналасқан өзен, Ачақсы өзені 120 метр қашықтықта орналасқан. Жалпы нысанның аумағы 10 гектар. Учаскенің айналасын білесіздер, мысалы солтүстігінде 10 метр қашықтықта бос жерлер, солтүстік-шығысында 774 метр қашықтықта бос жерлер, жан-жағында бос жерлер орналасқан. Сондай-ақ объекттің санитарлық қорғаныстық аймағы 10 метр. Қазір санитарлық қорғаныстық аймағы жайлы айтып өтейін, неге 10 метр екен. Сондай-ақ объект қауіптілік классының бірінші классына жатады. Нысан аумағында өндірістік және тұтыну қалдықтарын қайта өңдеу, утилизациялау және жою алаңын салу қарастырылған.
атап айтқанда сұйық және қатты фракцияларды қайта өңдеу жоспарланып отыр. Бұл енді новый объект өздегі. Қалдықтардың түрлеріне қарай, мысалға бұрғылау шлангтары, сіркілі ерітінділер, майланған грунттар және тағы басқа қалдықтарды қайта өңдейді. Ключ N10 дейтін қондырғы арқылы қайта өңделетін қалдықтардың көлемі 10 метр куб сағатына. Немесе жылдық жұмыс жобасы бойынша 80 метр куб жылына өңделеді. Пластик су, сұйық қалдықтар, борограсмол дейміз, және тағы басқа қалдықтар өндіреді. Сондай-ақ 52 мың тонна майланған грунт қалдықтары, бұрғылау шлангтары, мұнай шлангтары УПШ-да өндіреді. Мұнай шлангтарын майланған грунттарды өңдеу кезінде нефте деструктор, Казбио және биотех препараттары көмегімен қайта өңделеді. Осыған қоса циркілік ағындылар қабылданады және арнайы жабдықта сөндірілмеген известпен, негашный извест дейді ғой, көлемі 87.600 метр куб тонна жылына утилизацияланады. Қайта өңделген өнім бұрғылау ерітінділерін әзірлеуге, автокөліктердің жолдарын тасу сервистеріне және тротуарлы плитке дейміз ғой, соларды жасауға қолданылады. Тротуарлы плитке основной борау жасауға қолданылады. Барлық құрылымдық элементтермен жабдықталған технологиялық кешен орналастырылған аумақ 300 метрде 300 метр. Енді осы объектінің қоршаған ортаны ауаға бөлетін ластауыш заттарына келетін болсақ, аумақта 7 ұйымдасқан және 2 ұйымдасқан көздер анықталған. Жалпы ластауыш көздерден 26-34 жылдары 305-8 тонна ластауыш заттар бөлінеді. 23 атаулы ластауыш заттармен ластанады. Бұл ластауыш заттарды біздер жобасын әзірлегенбіз. Жобаны әзірлеу барысында эра бағдарламалық кешенмен орындалды. Бұл бағдарламалық кешен Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бекітуімен Қазақстан Республикасында жобалауға арналған жоба. Осы жобамен есептеу барысында ластауышына бөлінетін 305 тонна ластауыш заттар бөлінеді дедік қой. Солар шашырау есебіне сәйкес бұлар 1000 метр аумағында қатып қоятыны көрсетілді, анықталды. Ары қарай таралмайды. Яғни осыған байланысты санитарлық қорғау аймағы 1000 метр ретінде қабылданған. Ал салыстырып қарасақ, осы Қорасай ауылы 25 метр қашықтықта орналасқан, 25-5. Осы ластауыш заттардың тұрғын аймақтағы және әсер ету аймағының шекарасында атмосфералық ауа сапасын нормалауға және бақылауға жобамен келесі тағы да қосымша жобалар әзірленді. Ластауыш заттар шығарындыларының атмосфералық ауадағы шашырау есебі келтірілді. 26-35 жылдарға арналған ластауыш заттардың шығарындыларының атмосферадағы нормативі, әсер ету аймағы шекарасындағы шығарышы нормативтерін бақылауға арналған жоспар кестесі орналасқан. Учаскеде келесі объекттер орналастырады. УЗГ БШК қондырғысы, дизельді электр станция 16 киловатт, УПШ 10 маркалы модульді жабдық, қатты өндіріс қалдықтарды қабылдау алаңы, байланыстырғыш қоспаларды сақтау алаңы, УЗГ-ға арналған түсіру бункері, дәнекерлеу аппараты, жанар-жағармай резервуары, сұйық өндірістік қалдықтарды қабылдау алаңы орналастырылатын болады. Сондай-ақ осы жобамен шектеуге рұқсат етілетін тасқындар жобасы қарастырылған. Бұл тасқындар жобасы тазартулар өткізіліп барып, 2 биологиялық буландырғыш тоғанға құйылады. Бірінші буландырғыш тоғаннан 64,3 тонна жылына ластауыш заттар тасталып, екінші буландырғыш тоғанға 64,34 тонна ластауыш заттар тасталып.
соңғы Ерабдар. Енді ағарай осында енді жұмыс істеген кәсіпорын жұмыс істеген қалыптар пайда болды. Жыл сайын 26-35 жылдар жыл сайын 11-де 0 тонна жылына майланған күкірт қабылданады, 11.000 тонна жылына бұрғылау шламы қабылданады, 10.200 тонна бұрғылау ерітінділері қабылданады, 20.000 тонна жылына мұнай шламдары қабылданады. Осыған байланысты 26 жылы құрылыс барысында 1,8 тонна қатты тұрмыстық қалдықтар, 10 тонна құрылыс қалдықтары, электрод тұқылдары 0,1 тонна, сырлау ыдыстарының материалдары қалдықтары 0,11 тонна жылына пайдаланады. Жалпы осы кәсіпорында 26-35 жылдар пайдалану барысында жыл сайын 1,8 тонна қатты тұрмыстық қалдықтар түзіледі, 2 тонна жылына металл сынықтары, пайдаланған шиналар 2 тонна, майланған грунт 11.000 тонна, бұрғылау шламы 11.000 тонна, бұрғылау ерітіндісі 10.200 тонна, мұнай шламы 20.000 тонна, мотор майлары 26 тонна, майланған шүберек 0,5 тонна, май, ауа, отын сүзгілері 0,5 тонна, пайдаланған аккумуляторлар 2,72 тонна жылына түседі. Бұл қалдықтар арнайы орындардан бөлінген контейнерлерге, ыдыстарға, басқа да ыдыстарға жиналып, келісімшарт бойынша басқа да полигонға әкетіліп отыр. Осы кәсіпорынның жалпы қоршаған ортаға әсерін төмендету мақсатында, бақылау мақсатында өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы қарастырылған. Осы бағдарламамен кәсіпорын келісімшарт бойынша жыл сайын аккредиттелген кәсіпорындармен келесі жұмыстар атқарады. Жаңа айтып өттік, УЗГ бөлшектер қондырғысында 90 сайын гидрохлорид, азот диоксид, күкірт диоксид, көміртек оксид, фторлы газдарды қосындылар мен салмақталған заттарға инструменталдық әдіспен мониторинг жүргізеді. Яғни лабораториямен жүргізеді. Ауа қаншалықты ластанып жатыр, қандай қосымша шаралар қолдану туралы мақсатында. Сондай-ақ ластауыш көздерде есептік әдіспен мониторинг жүргізу, номер 1 және 2 су жібергіштерде 90 сайын зертханалық әдіспен мониторинг жүргізу, нысанның объектінің жер жағынан және ар жағынан 90 сайын атмосфералық ауа сапасын бақылау, полигон аумағында бақылау құдығында және сықач санитарлық қорғау аймағы шекарасындағы бақылау құдығында сорында жылына 2 көктем және күз айларында су сынамалары алынып, қаншалықты ластанып жатқандығы туралы лабораторияға жіберіп отырады. Санитарлық қорғаныштың аймақтың барлық бағыттары шекарасында жыл сайын 1 рет 3 тоқсанда топырақ құрамын тексеріп отыру, санитарлық қорғаныштың аймақтың барлық бағыттары шекарасында 1 рет 2 тоқсанда радиациялық бақылау жүргізіп отыру, кәсіпорынның экологиялық заңнамаларын талаптарын бұзуына қарсы ішкі тексерістер жүргізіп отыру қарастырылған. Сондай-ақ осы объектінің салар алдында топырақтың құнарлы қабатын бульдозермен кесіп алу, құнарлы қабатты сақтау, экскаватормен қазу жұмыстары, автокөлік жұмыс барысында шаң шығарулары, автосамосвалдарды грунт төгу, грунтты бульдозермен тегістеу, самосвалдардан шебін төгу, шебін бульдозермен тегістеу, дәнекерлеу және жұмыстары жүргізіледі. Бұдан жыл сайын болғанда 2026 жылы құрылыс мерзімі аяқталғанға дейін 10 тонна жылына ластауыш заттар бөлінеді. Және сондай-ақ 554 метр куб жылына су пайдаланылады. Осы көлемді су келісімшарт бойынша ассенизаторлармен сорылып полигонға жіберіліп отырады. Қысқаша баяндама аяқталды. Енді сұрақтарыңыз болса, сұрай берулеріңізге болады. Жақсы, баяндамашы сұрақтарыңыз бар ма? Бірінші сұрақ, рұқсат болса. Жаңа Сіздер уже жерді алып қойдыңыздар, белгілі солай ма? Құжаттамасын бәрін рәсімдеп қойдыңыздар ма? Бірінші сұрақ, жаңа сіз айттыңыз, Атшақсы өзеніне 720 метр дедіңіз. Иә? Бірақ улы қалдықтардың таралу несі 1000 метр дедіңіз, 1 километр. Жаңағы ауамен таралғанда да бұл бәрі түседі жерге барып тек.
ертең мысалы Атжақсы өзеніне су қосылған, ол жерден су қосылады да ағады да Жем өзеніне құяды. Жем өзені біздің қасымен өтеді. Ол жерден мал су ішеді, тағы басқа. Ұсыныс, енді ол жер бекітіліп қойса, енді бәрі біздің рұқсатымызды алмайтын болсаңыздар, ұсыныс халықтың хаттамаға енгізілсе, осы ұсыныс. Неге оны сол 720 метрден әрірек шамалы Атжақсының бойынан қашып басқа өзгертуге болмайды сол жерді? Мен қазір айтып кетейін, өзгертуге болады ғой оны. Объекттің ішінде ол жерде өзіңіздің негізі қарсы қарамай жүреді. 1000 метр дедіңіз таралу, улы қауіпі бар заттардың таралу аумағы 1000 метр дедіңіз. Бірақ Атжақсы өзені 720 метрде орналасқан. Көрдіңіз бе, сіздің мына қалдық барып суға түседі, аңғардың қазір су болмаса да сол аңғарға түседі. Ертең су тасыған кезде аңғармен келеді де Жем өзеніне құяды. Солай ғой? Жем өзені біздің ауылға ағып кетеді. Ал төбеінде қаншама ел бар. Жаңа біз айтып өттік, жер 11 гектар дедік. 11 гектар енді ұзындығы білесіз ғой, ұзындығы. 300 айттыңыз ғой. Ол 300 объектінің ішіндегі объект. Сол ана ұзығы 1 дейтін основном ластаушылар бөлінетін, сол жаңағы сонымен алдық бізде расчетті. Оның расчеттің несі, ол неден Атжақсы өзенінен алыс ол деді. Километр жарымға сол қашықтықта болса. Ал ана басқа объект Сызбасы бар ма? Көрсеңіз бе соны? Сызбасы неде жоқ сияқты. Просто жаңа өзіңіз хабарламаңызда айттыңыз 720 метрде орналасқан өзіңіз. Проектің хат көрсетеді. Проектің көрсетемін сізге. Дұрыс, орын сұрақ. Ол өте дұрыс сұрақ. Санитарлық талаптарға сәйкестігін қараған шығарсыздар, оны рұқсат аласыздар ғой. Енді жалпы шамамен ол сондай жалпы ағарлар өзендерден қанша қашықтықта орналасу керек нормаға сәйкес? Негізі 500 метрден санитарлық защита зонасы 500 метр ғой сол. Бірақ бізде геоплаказм өтеді, ертең кейін ай салып жіберемін. Ішіндегі 300 гектар ішінде бізде выбросқа байланысты оларды орналастырамыз. Әрірек. Мысалы, основном ластаушылар өзігі болып пішіледі қой. Сол уже алыстау тұрады ең артында. Ал жаңа нелерде полифильтрация уже өзенге жақын орналасады. Суды сол өзенге алыстырмыз ба? Суды өзенге алмаймыз. Ол полифильтрацияның астында геомембрана болады. Ол су жібермейді. Сондай ол жерге жаңағы противфильтрационный слой дейміз ғой. Саздақ солар төселіп бәрі нормаға сәйкес салады. Сіздерге норманы қалдықты қайта өңдеу үшін бәрі сіздерге қыздырасыздар, жағады ғой, солай ғой? Қыздырады, бақылайды, жұмыстар. Жоқ, қыздырмайды ондай. Бактериялармен өңдесеміз. Бактериялар жібереміз. Жалпы мен ұсынысымыз ғой, ол мөлем ауыл тұрғындарда қолдайды. Осыны шамаға келсе, сол өзеннің қашықтығы, соны хаттамаға енгізіп берсеңіздер. Енгізетін болады. Мүмкіндігінше 1000 метрден ары. Сосын бұл нені сіздің ұсынысыңызды ондай экологтарға қарайды деген заключение берген кезде оларға ұсыныс береді. Егер нормаға сәйкес болса, мысалы Атжақсы мына жақта болса, біз объектінің жақта орналастырдық қой. Сол санитарлық защита зонасы есеп болғасын. Сол территорияның ішінің өзіне қашықтау алып отырып деп отырсыз. Иә, қашықтау алып отырып. Территорияның ішін ескеру. Қазір мында Самсон несі бар. Бұл территориядан салғанда. Территория шетіне салғанда ғой. Міне, қазір көрініп тұр ғой, 1 километр санитарлық защита зонасы міне. Ластаушылықтар міне 551 метрге дейсетін болып тұр, көрдіңіз ба? 550 метр, 430 метр. Значит, Атжақсы ол жетіп тұр деген. Сіз километрді алып тұрсыз ба, көрдіңіз ба, бәрі таралу мүмкіндігі бар, ықтимал ғой. Солай ғой? Иә, ықтимал бар. Міне қызыл бір ПТК бар, мына жерге өтті. Расыл 13 ПТК, 430 ПТК. Расыл мына аймақ. Ол желмен ұшып бармай ма сонда? Болады, ұшады. Желмен енді любой выброс ұшқан кезде, даже түтіннің өзі ауаға таралады да, сосын салмақ сақтар олар деген. Ауада жеңіл ауыр, олар шөгеді.
сол мына есепті біздер дейтін жаңағы эра бағдарламасы арқылы өзі есептеп шығарады. Сұрақ болады сізге. Сіз халықтың алдына келдіңіз, иә? Сіз біз осында біздің отанымыз, ата-бабамыз, жеріміз, болашақта болашақ азаматтар тұрады, балдар өсіп келе жатыр. Олардың денсаулықтары үлкен қымбат бізге. Олардың біздің сіздің ақшаңыз байланысты тіпті бір тиын тимейді денсаулығына. Сізге айтыңызшы, қашан бұл жерді бекітті, кім бекітті, неге сол жерді бекітті? Басқа жерде жоқ па сонда? Басқа жерде болғанда толық нормативке сәйкес келіп тұр, сэс бойынша. Қалай келіп тұр? Ең жақын аумақ Қожасай ауылы 25 километр. Қай жерде? Ол өңдейтін отходты ол басқа транспортқа баруға болады. Неге сол именно бізге жақын сол мекенжайды жасап тұр сонда? Жақын болғанда енді 25 километр ашты ғой, 25 километр ашты. Басқа бір алыстау мысалы халыққа зиян тимейтін басқа жерде мұндай компаниялар орналасқаннан кейін сол жермен тікелей жұмыс жасайды ғой. Мысалы синтези олар елге барып салынбайды мысалы. Қараңыз. Қазір қай жерден қанша шақырым жалпы? Осы Қожасай ауылынан 25,5 шақырым жерде. Сол жерде орналасқан. Тікелей сарағанда. Северный Трували жалпы ауылдан едәуір қашық жер бұл. Бұл жерде айттық қой, ең жақын ауыл, елді мекен, сол жерге барып, сол хабарламаны тарату. Мал жайлайтын. Бұл болашақ болашақ мал жайлайтын жер, шаруашылыққа дамитын жер. Бұл жерде енді қазір сіз құртсаңыз, бұл болашақта уже зиян болады, ол зиян болады. Сіз мысалы отходтар тастайсыз. Құртау үшін осы жерде өңдейді. Бәрін жаңағы пиролиздің переработка жасайды. Оның бәрін жаңағы халықтардың бәрін обезвреживать етеді. Ол далаға төгіп салмас үшін сол жақын жерге полигон салынады. Просто ол жерде, например, даже көлікпен тасығанның өзінде де одан зиян көп келеді, потому что зиян төгіледі көліктен, не істейді. Сондай есеппен салыныватқан жер шамалы қастарын жақындатып жүргенде де тұрғанда да артық болмасын. Не суалатын ауылға қарасасынан ба сендер қалай көмектесе аласың? Жаңа сендер лас суларды аламыз дедің ба? Кәріз сулар. Иә, кәріз су. Бәрі болады, полигонның бастап жетіп Мысалы, біздің ауылдың суын ала аласың ба сендер? Соған не бере аласың ба? сонда Біздің ауылда енді канализацияда сулар шыққан жоқ па? Соған бір көмектесе аласыңдар ма? Қандай көмектерің бар деген. Қандай су дейсіз? Мына канализацияның сулары. Қазір барлығы үйлеріне Септик сулар бәрі суымыз бар қазір үйде. Жоқ, септикті енді бұл кісілер енді бұл жерде полигон орналастырды ауласында, өңдеу. Мына шламдар, қатты мұнайдың қалдықтары бар емес пе? Солардың барлығы өңдейді сол жерде. Арнайы құрылғылар тұрады. Сол өңдеп, құм болып тыңайтқыш қылып да түрлі сондайлар жасайды. 300 тонна отход болады дедіңіз жаңағы. 10 мың тонна бар. Енді есептеңізші, бұл мысалы біздің көлемнің ауасымен 11 мың тоннасы бөлдіңізші. Өзің ойлаңызшы Есептеп тұрмын, сол 300 тонна, сол ана 554 метрді айттық қой, сол жерде қалып қояды ол деген. Ол таралмайды ары. Мысалы сероводород, ауа, мысалы газообразный материал, бірақ салмағы бар. Сосын мен жаңа айтып отырмын Сероводородтың өзі. мына проекттің ішінде циклон дейтін не бар. Циклон дейтін құрылғы бар. Қазір мен сізге айтып берейін қазір. Міне, мына жерде қара жер дейтін, иә? Үлкен көрініп тұр міне. 13-ші. Міне 13-ші, ОПШ деген. Төмен жағында тұр, иә? Схемасы ба сол? Схема сияқты. Міне ОПШ дейтін тұр. Қазір бұны айтам қазір ОПШ. Енді Қожасайдың төмен жағында орналасып тұр ғой, енді қазір нені көрсем. Қазір білмеймін. Сіз қарай беріңіз, онда мен осы жерде айтып кетейін. Өзіңізде бас біздерден жаңа сұрақ айтып отырмыз. Жаңа экологиялық мәселелерді арнайы министрлік темасы сіздер рұқсатнама аласыздар. Оны арнайы мамандар бар қайтын. Мен жалпы ауылдың атынан бізде жұмыссыздық тұрады. Ертең күні сіздердің осы полигондарыңыз ашылғанында жалпы жоспарда неше жұмысшы алу және жергілікті жерден алуға мүмкіндік туа ма деген сұрақ туындап отыр. Бұйыртса меморандум істейміз, ашылып жатса сосын
қаласы, соғыс қаласы специалистері болыватса, солардың бәрін тартуға тырысамыз ғой. сол ауылдың көп жас жігіттер жүр қазір жұмыссыз айналмаңыздар деген мұнай саласында нелерді қазақ көбейсін дегенмен жаңағыдай жұмыс орнын ашып жатқан ұсыныс болып жатыр. Плюсы меморандум пока рұқсат қағаздарын алу керек. жұмыстарында жалпы болашақ сізбен меморандумда отырамыз да, бұйыртса сосын айтамыз, осындай адамдар бар ма екен, сол кезде сосын келісіп, соларды тартуға тырысамыз. бірінші кезекте сол жаңа айтып өттім, жаңа объекттің где-то мына бұрышта орналасқан деп, иә? Мына бұрышта орналасқан. Енді мына жерден ат жақсы 720 метр дедік қой. Мынадан болса ол мына көрдіңіз ба, ат жақсы былай қарай кетіп жатыр. Ол бір да. Екінші мына бұрышта айтпақшы циклон дейтін ауа түзгіштер бар бұл циклонда. Бұл 90% кейде тазартады. Солай жетіп тұрмын. Енді бұнда тексереді ғой бәрі. Қалдықтар неге жиналады ғой? Бункерде тұра ма әлде далада сыртта тұра ма тек? Жер жұмысқа қазылады да бетінде тұра ма осылай көрінеді? Жоқ, төменге қазылған, астына яғни үстіне жаңағы не істейді, соған жоқ, беті жабық бола ма деймін. болмайды, ананы түсіреді, сол жерден сосын жаңағы өңдейді оны. Пиролизный методпен салып, ананы жағып, ішіндегі мұнай бөлек не істейді де, и уже таза нені грунтты складировать етеді. Керек кім керек, жолға керек, кірпіш шығаруға керек. Енді полигон аты деген өзі жаман ғой, полигон деген сөз уже отход лақтыратын жерде у деген сөз ғой, білесіз ғой. Енді у деген сөз енді оны қалай болса қай жерге яқтырмас деп, сол үшін бір орынды белгілеп жатыр. Бір адамға жаңағы жауапкершілікті мойындатып жатыр. Сол үшін, чтобы бір адамнан сұрау, потому что қазір анау да лақтырады, мынау да лақтырады, кімнің атынан келісім шартқа отырдың оған әкеліп береді. Осыны сен өңдеуің керек. Осыншама объемнан қанша сен шығардың өнім. Оның бәрін контролировать етеді. 10 мың кезі жақсы, 10 мың жылын отход. Неше жыл мысалы, бір жылда 10 мың мысалы тонна отход дейміз. 10 жылда қанша болады өзі 100 мың. Ол пока просто ориентировочный. Например, на печь газды, например, 1000 тонна газ жағады. Ол 1000 тоннаны максимально қатты жүрген кезде ғана жағады. Ол 10 мың тонна отходты ол еще әрі келісім шартта бұрғылау компанияларымен олардан қағаз алғаннан кейін ғана ол 10 мың тонна келеді. 10 мың тоннаға дейін еще экология. Ана скважинаға тоқтысы болмайды, мысалы мұнайды шығарады, сол қайта бөліндегі скважина жоқ, енді ол болса да сумен толтырасыз ғой, мәселе. Жерде енді болмайды оларға, енді болашақ уламас үшін қазір құрылғыларды бәрін тазалап тұрады. Қанша метр суға тигейді ма, мысалы қанша метр? Мембрана дейді, ана астына су изоляция жасайды. Оның астында саздан... Ал өтіп кетсе, сіз білесіз бе қандай судың мысалы уланатынын білесіз бе? Қарайтын бар ма? Түсінемін ғой, ұсыныс жаңа айтып жатыр ғой, өте орынды ол ауылдың жастары мүмкіндік болса жұмыспен қамтуға. Енді нақты қандай мамандықтар керек, соны бір артынан болса да айтып жіберсеңіздер, қажет мамандықтар сіздерге ше. Отырамыз, сосын мамандар керек, списігін береді. Сондай адамдар шығып жатса... Екінші, енді ауылды жер болғасын, әлеуметтік нысан бізде тек қана осы мектеп қана ауылда. Енді сіздер жаңадан ашылып жатқан мекеместе дегенмен сіздердің өздеріңізде де бір әлеуметтік жауапкершіліктеріңіз болады ғой, қандай да жергілікті жерге мүмкіндіктеріңізге қарай, шамаларыңызға қарай жаңағы көмек қолды созу деген сияқты. Енді ауылдағы осы әлеуметтік нысан мектеп болғасын жерде мектептің де балаларға өзінің қажеттіліктері бар. Соған бір шамаларыңыз келсе, көмек берсеңіздер. Жоқ, енді ол дәл қазір емес, жақсы рахмет. Осы өз орнында бізде де жаңа айтып отырмын. Өздері осы отырған акцияларда жұмыл, елу, халыққа көмектесу жақсы, онда хаттама келсе, енді басқа сұрақтарыңыз болмаса
болса бұны осымен тәмамдайды да хабарламаны барлықтарыңыз қоғамдық ұйымдарға толық жеткізді деп ойлаймын. Келгеніңізге көп рахмет. Басқа сұрақ жоқ қой да? Жақсы онда. Енді мысалы жеке басқа мысалы қарсымын. Соны қалай? Сізге қарап тұрған жоқ қой. Иә, бұл жаңа айтып бердім. Қоғамдық тыңдау жалпы хабарламадан өйткені хабарлама сондай жерде сондай жұмыстар атқарылатын хабарлама ретінде. Ал құзырлы нелер бар, мекемелер. Олар жаңа біз айтып отқан сұрақтардың барлығын бүге шүресін тексеріп рұқсатнаманы алған уақытта сол кезде Сіз ана жауап бермеңіз, кім қашан бекіткен жерді ол кім қашан бекітті? аудан бекітеді ғой. Үлкен кісілер ештеңе айтып бермеген. Қашан бастайды сонда бұл несі? Полигон саламыз дейді, салынады дейді. Северден тұрып жатыр, ауылдан қашық. Соған келіп ағалар, апайлар айтатындарыңыз бар ма? Азаматтар біледі ғой. Жақсы онда келгеніңізге рахмет. Осымен қоғамдық тыңдауды жабық деп есептейміз. Burada sen kişilerin tarzı uzun ayırırsan. Gerçekten sigara çivi çekip durmayı çevirirsiniz. Hocam ayırırsa poligon aşağıya var ya. Avları koyuyor. Avları cimri bir şey. Yok. Bir çalışmış. İtim kosam sosu.